айбатты бір мәдениетті өз-өзінің күшті ұстай алатын ер азамат ретінде білдім да, бірақ соңғы күндері маған өзі қатты ауыр сөйлегендіктен мен де оған ауыр сөйлеуге шешім қабылдадым. Және де мен ойлаймын, что мына жақта мен кінәлі емеспін. Мен нені көрдім, соны айттым. Енді мүмкін өзі айтқан версиясы дұрыс шығар, бірақ енді хорошо, солай болсын. Бірақ кейде біз көре берген дүниемізді шындық деп айта бермеуіміз де керек қой. Және мен ойлаймын, менде енді ғана көрініс толығымен қалыптасқан сияқты. Айза мен Эдуарда жұмыс бабымен жиі кездесіп араласа бастайды. Оны көрген Айбат мырза көңілі толмай былай айтады: сен мейлі жұмыс таба бер, ақша табыс таба бер, бірақ қатты сырыңды Айзаға айтпа, ашпа. Одан кейін ол дүние қандай жолмен білмеймін, Айзаға жетіп қояды. Айбат айтып жатыр, сенімен жақын араласуыма қарсы. Одан кейін эфирдегі сіздердің осындай текетірестеріңіз басталады. Дұрыс па? Еңлік? Мына жерде негізі бір-бірімізге барлығымыз осы эфирде айтылған сөз үшін кек сақтап жүре берсек, ешкіммен вообще араласпай кетеді ғой негізінде. Үйтіп кек сақтап керек емес. Және мен байқағаным, я осы 2 күн ба 3 күн ба болып қалды ғой, Айза Айбатқа келіп тіреле береді. Жаңада біз туған күнімен құттықтап жатқан кезде тұрмай бедірейіп отырып алды да. И менің ойымша, маған да сондай ой келіп тұр. Эдуард ренжіме, я, бірақ Айза екеуің енді араласқаннан кейін, может Айза андай сен Айбат туралы жаман нәрселер айтасың да, и Айза соған эфирде келіп қадалып жүрген сияқты. Жоқ, бұл жерде Айзадан бөлек, былай өмірде де менің қазір жақын құрбым да бәрі де осы Айбат қасымда, мамам да папам да болып жүргенде, ашық айтқанда. Айзамен тек жұмыс барысымен кездесеміз. Ол жерде де просто ол мен Айбатпен күнде көзімен көріп жүргеннен кейін ғана айтып жатқан шығар. Ал мен барып басқа қыздарға барып бір Айбатты төмендететіндей нәрсе, даже ондай нәрсе біздің арамызда да болған емес. Жоқ, енді по-любому бір кездескен кезде сол Айбат туралы әңгіме болған сияқты да араларында. Өйткені бірінші орамалдан бастады Айза, а потом орамал өтпей қалған екен, уже былай бастап көрді да. Түсініп жатсыңдар ма? Білмеймін, енді Айза сен былай қарап тұрсам, нормальный қызсың да, бірақ сен қанша уақыт келгенмен бір айдан асып түсіне алмаймын вообще. Сен өмірден ренжілісің ба, әлде күнде азанда тұрар кезде бүгін барып кімге тиісем деген планмен келесің ба? Неге сен бір адамдармен тіл табысып көруге, өзіңді жақсы жағыңда бар екенін бүйтіп көрсетуге тырыспайсың? Почему сен всегда сер болып көріну керексің? Во-первых, мен нақты Сәлиман барлығымен түсеу. Мен бұл жобаға дос іздеп келген жоқпын. Мен ешкіммен дос болмақ та ояйын, бірақ Сәлиман түзеу, және де мен саған қадалды екен деп, мен барлығымен қадалды деген сөз емес. Я пікір айтасыңдар ма? Мен де пікір айта аламын. Это заңдылық, это закономерность. Сен маған атыласың, мен саған атыламын. И в чем проблема? Уже просто мен бүйтіп бақылаймын да, ортаға шыққан либо қызды, либо ер азаматты сен обязательно бір төмендетуің керек, бірдеңе істеуің керек та. Білмеймін, сен негізі жақсы адам сияқтысың ішіңде, бірақ саған өміріңге ма, әлде бұрынғы ер азаматыңа ма бір қатты өкпе не қатып кеткен да, и сен соны шаша бересің, ол сияқты кәдімгі. Мысалы, 2 баласы болады ғой адамның баласында, ақ баласы және қара баласы. Сен чисто қара баласымен жүретін сияқтысың да, ақ баласыға бұрылмайсың. Енді кешір, конечно, менің пікірім саған өтіп кетсе, сүйегінен өтіп кетсе, мен кінәлі емеспін. Және де мен Айбатқа не үшін атылдым? Кеше Айбат ауыр сөйлеген болатын. Менің көз жасым төгілгенде бірде-бір қазақ жігіті Сұлтаннан басқа сөйледі ма мен сөзімді? Барлығы ер азамат, біз қазақ қыздарын қорғаймыз дейсіңдер да. Маған келгенде ауыздар жабылып қалады екен. Не айтқан Сұлтан ғана мен сөзімді сөйледі, кеше ол жақта отырған кезде. Тұра тұр, мен айтып алайын. Сұлтан мен қасына отырған үшін мен сөзімді сөйледі. Қалғандары все же молчат. Ер жігіт қазақи болып алып, менің намысымды құтқарудың орнына үндемей қалдыңдар ғой. Сонда маған кәрі жілік дегенде мен үндемей қалам ба? Сонда неге? Жоқ, неге? Айза, бағана сіз өте ұтымды дүниені айттыңыз да. Аринаға ма Жансайға айттыңыз, мені Сұлтанның отбасының алдында жаман көрсетпеңіздер деп, иә? Бірақ Айбатқа мына айтқан пікірден кейін ол кісілердің көзқарасы басқаша болып кетеді деп ойламайсыз ба? Өйткені ер азаматтың жағдайында ер азаматтың қызға қаржылай тәуелді болуы, ол эгоға өте қатты тиетін нәрсе. Оны кім-кім сіз әйел ретінде өте жақсы білесіз, жақсы түсінесіз. Диана ханым, вот именно, что мен білемін, и және де Айбат кеше айтқан сөзім маған не то, что маған мен отбасыма өтіп кетті. Мен әлі қартайған жоқпын ғой, мен айтып алайыншы, өтініш, айтып алайыншы. Мен қартайған жоқпын әлі, мен жап-жас қызбын. Мысалға да, я молодая девушка, еще мне 30 еще нет. Сен маған кәрі жілік деп айттың, и после эфира дым болмағанда келіп маған қолымды ұстап, зачем такое лицемерие нужно? Келіп, Айза қарындасым, ренжімеші, эфирмен шығып кетті, ашумен деп айтсаң, я бы тебя поняла бы, но ты даже не извинился, понимаешь? Мне вот